Менің қазағым елі жомарт жері кең, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төрің. Қайырлы күн достар, баршаңызды отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Музейде жас отбасы клубы жұмыс жасайды. Соған орай бірнеше отбасынан алған сауалнамамызды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші сауалнамамыздың сұрағы: жас отбасыға айтар насихатыңыз. Мен Ағырсешжан Расифоллақызы, 5 баланың әжесімін, 2 қаланың енесімін. 3 ұлым бар, 2 келінім бар, немерелерім бар. Мен жастарға әже ретінде, ана ретінде айтарым: сабырлық, ақылдылық, білімділік, имандылық. Сабырлы болса, бір-бірімен ақылдасып, қандай жағдай болса да ақылдасып шешсе, кеңесіп піскен келте болмас деп, бір-бірімен келісіп, қандай жағдайда да үлкендерден ақыл сұрап, жастарға айтарым: үлкен адамдар қателеспейді көп нәрседен, ақылды үлкендерден сұрап, бір-бірімен тату тәтті болып шешсе, ашу келген уақытта сабырмен жеңсе, бақытты болады деп ойлаймын, және солай есептеймін. Иманды болсын қазіргі жастар, сабырлы болсын, ақылды болсын, білімді болсын. Екінші сауалнамамның сұрағы: қазақтың салт дәстүрлерін өз отбасыңызда қаншалықты ұстанасыздар? Менің аты жөнім Сабира Абдықадырқызы. Менің 3 немерем бар. Енді бүгін салт дәстүр туралы айтатын болсақ, қазақ болғалы ең бірінші осы тілмен салт дәстүрге, әдет ғұрыпқа өте көңіл бөлген. Қазақтың салт дәстүрлері өте бай. Тілін білмеген, салт дәстүрін білмеген қазақ емес дейді ғой. Салт дәстүрлердің кейбірін айта кетейін: төсек той, жарыс қазан, шілдехана, бесік тойы, бала тәрбиесінде сүндет той, тұсау кесу, ашамайға мінгізу, тоқым қағу, бастан, қозы жасы, қой жасы, жылқы жасы, патша жасы деген салт дәстүрлер бар бізде. Құда түсу бар, қыз ұзату салт дәстүрі бар, отау көтеру, бет ашар. Біздің қазақ өзі өлген сыйлаған бет ашар. Ойын жағына, балалардың дене тәрбиесіне, қалай өсуіне байланысты неше түрлі ойын, сауық салт дәстүрлері бар. Ол асық ойнау, алтыбақан, ақсүйек деген ойын болған біздің кезімізде. Соның бәрі салт дәстүрге жатады. Енді біздің Бауыржан Момышұлы: мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде ұлттық дәстүрдің маңызы зор екеніне көзім жетті деген екен. Ата бабадан келе жатқан салт дәстүрді қаймағын бұзбай, ұмытуға жол бермей, өсіп келе жатқан жас өспірімдерді теріс жолға түсірмей, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсіруге біздің салт дәстүріміздің әсері өте мол деп есептеймін. Біздің музей, мен өзім музейде жұмыс істеймін. Біздің музей осы қаланың қалалық іс-шаралардың, мерекелерге өте көп қатысады. Менің өзім бала шағамда да немерелерімді салт дәстүрге байланысты өсіруге тырысып жатырмын. Әрбір наурыз тойларында, тілашар тойларында өзіміздің білген балаларға көрсетіп, немерелеріме көрсетіп, айтып жүрмін. Осындай салт дәстүрлерді әрқашанда сақтайық.